Түрлі мәліметтер айтылғанымен, сыры толықтай ашыла қоймаған алып мұхиттағы Бермуд үшбұрышының құпиясы өте көп. Кейбір деректер сол жерге барған кеме жолаушыларының жоғалып кетуін шумен байланыстырады. Тыныштық сақтаймыз. Мен Нұржан Еркінұлы. Бастаймыз. Еліміздегі ең тыныш шоудың талабы бір ғана. Бас жүлде 100 000 теңгені алу үшін шуламау қажет. Дыбыс өлшегіш құралы барлығын есептейтін болады. Алаңның иесімен, сондықтан да барлығын өзім шешем. Бұл шулама. Ал енді қымбатты көрермендер, бүгінгі шуламаның қатысушыларымен таныс болайық. Әсел Исаева, Қайрат Мырзаханов, Ғабит Бибасұлы. Шабыт Жан Тілеуберген, Әлия Әбілқайыр. Мен көзім жұмып алдым. Ардақ Салкашев. Топтың аты алға, біз боламыз алда. Тыныш отырып тыңда. Шулама. Енді кім бастайды ойынды, соны шешеміз. Оны бізде әдетте жеребе шешеді. Астын алайық па? 2 болды ау. Мемлекет басшысы Мәскеуге барды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұшағы кеше кешкісін Ресей астанасына қонды. Қамыр елегенсің? Ардақ. Ардақ деп береді, е? Мен оған дейінгі Көптеген көрермендер ыңғайсыз жағдайда қанша қазір қалай Ардақ дайындап береді? Біз бір квартирада тұрамыз. Байқағандарыңыздай, топтың продюсері Алмас Кішкенбаев ақша үнемдеуді жақсы біледі екен. Алдында тұрған жүгерінің таяқшаларын бізге майдалап, езіп беру қажет. Ұмтақтап. Мінекей, мынау білесің не екен? Оқтау. Оқтау. Осы оқтаумен. Жарай ма? Міндетті түрде. Егер де осы тапсырманы орындамаса, Ардақ дәл осы оқтаумен жалынды жазалысың да болады. Үйге барған соң. Бастаймыз. Жігіттер көп сөйлейді екен. Ең басты тапсырмасын жақсы орындаса жеткілікті. Не болды? Неге бірден барлығын мұждың? Сен сұрадың, қалай істеуге болады деп. Мысалға, әрқайсысын араларын ашып, сөйтіп барып мұжыға болмайтын бет. Жоқ, бұл уақыт қой біріншіден. Ол жеке-жеке істеген кезде ол біреу болмаса біреу қытырлайтын еді. Бұл құралдардың барлығы саған таныс, е? Өте таныс. Жайма сатып алмайсың. Өзің жаясың. Қамырын илеп, е? Бешбармаққа әдейілеп. Аха. Жарайсың, сен тапсырмаң. Қамыр жаю емес, алдында тұрған мына жүгерінің таяқшаларын майдалап ұнтақтау. Бастаймыз. Астына қой, астына. Сен үйде тамақ жасап жатқанда барлық үйден Негізі мен өте жай бастаған сияқтымын. жай бастаған жоқсың сен. Жігіттерге жақын тапсырма емес, өзің көріп тұрсың, нағыз қызды жіберетін тапсырмайды. Мүмкін, бірақ өздерің осылай шешкен шығарсыңдар. Алдарында тұрған пияз, оңтүстік жақта жуа деп те атайды. 5 бөлікке бөліп турап беру қажетсің. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз. Дайын? Столыңыз өтсе болды, көрсем болды. Өтеді. Ардақ дайын. Бастаймыз. Ардақ шулыман бағдарламасы басталғаннан кейін шашын дәл менікіндей қылып өсіріп алыпты. Осы еліктеуді қашан қояды жұрттар? Бөліктің екіншісін аяқтап қалды. Ардақ! Соңғысы саған бірнеше секунд жетпей қалды. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Бастаймыз. Енді бұл топтағы жігіттерді тапсырманы орындауға кірісе бастады. 19. Нағыз жігіттердің жұмысы деп мен осыны айтар едім. Жаймен жай. Өйткені ең жақсы аспаздар олар ер азаматтар.
10, 9, 8, 7. 5 секунд уақыт қалды. Жарайсың. Қайрат, сен 5 емес, 6 бөлікке бөліп тапсың. Сен жоспарды артығымен орындадың. Осы сияқты азаматтарды мүмкін біз ауыл шаруашылығын көтергесіне бір жақсы салаларға жіберетін шығармыз. Яғни үшінші айналымда қатыспай қоюға болады. Жоқ, барлық айналымға қатысу керек, өйткені қызықтың барлығы алдымызда. Қыздың көзі қызылда дейді ғой. Не көріп тұрғандай қызыл бояу. Суға салам. Осы алдыңда тұрған мұз толған шелекке саласың да, мына бұйыммен араластырасың. Бірдей түс қылып бояп шығу қажетсің. Мұзын да, суын да. Мен қазір мына бояуды салайын. Көбірек. Көбірек салайын. Мен көп болмасын дейін деп жатырмын ғой. Өз бояп күтеді. Дайынсың ғой? Тәуекел. Бастаймыз. Ал. Уақыт сол да өтіп жатыр. Әлі үлгерем, әлі жоқ па білмеймін. Жарайсың, құттықтаймын. Рахмет. Тапсырманы керемет орындадың. Мынаны байқамай біреуге беріп жесе де болады, иә? Ішіп қою да мүмкін. Кесел деп ойлап қалатын. Кесел немесе компот, иә? Сондай бір сусынға айналып шықты. Болды, ена. Браво! Мол нан салайын. Дайынбыз ғой? Мынау қиын болды, мынау. Дайынбыз ба? Дайын. Кеттік. Өте қиын тапсырма емес. 5 жасар бала орындайтын тапсырма деп есептеймін. Араластыра беру қажет, өйткені біздің дыбыс өлшеуіш құралымыз әлі өзінің сары түсіне де жеткен жоқ. Жасылда ғана әлі. Ал дыбыс өлшегіш ең бастысы қызыл түсін жандырмаса болды. Габа, уақытым бітті. Уақыт болды. Краска түбіне түсіп кеткен ғой, болмайды ғой. Түбіне түсіп кеткен. Сен, Неге боялды? ал сен тек мынаны құралды батырмадың да ішіне сен. Дарбаза, шарбақ, боямағансың ба, үйде әктемегенсің ба? Барлық нені краскілеген, бояған. Енді мына жерде расымен сондай жағдай болып қалды. Мынаның әр ұшымен маған қиын да, түбіне шығып әрқайсысын қозғау. Оның үстіне мұздар бар. Бүгін президент ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұжымының мерейтойлық саммитіне қатысады. Биыл шартқа қол қойылғанына 30, ал ұйымның құрылғанына 20 жыл. Алқалы жиынға Қасым-Жомарт Тоқаевты Владимир Путин мен ұйымның ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Армения премьер-министрі Никол Пашинян арнайы шақырған еді. Кремльде өтетін саммитке қазақ президентімен қатар ұйымға мүше Қырғыз, Армян, Тәжік, Беларусь пен Ресей басшылары да қатысады деп жоспарланған. Нұртілеу Иманғалиұлын қадір тұтқан жұрт кейде ағамызды өз атымен атамай, бай қуатты болайық дейтін журналист деп те жататын. Шынымен қазақ журналистикасының мэтрі өз ортасында ғана емес, қалың көрерменге де аса сыйлы. Сонау 80-ші жылдардың советтік құрсауларының өзінде Нұртілеу ағамыз қаймықпай, ақиқат, шындық деген сөздерді жиі айтатын болған. Ең бастысы қызыл түс жанып, дабыл дыбысы естілмеу қажет. Әлі 6 бар. Өте қиын тапсырма. Бірақ уақыт көп. Әлі 10 секундтан көп уақыт бар. Жарайсың. Жалын жаңылмады және өз тобына 10 ұпайды сыйлады. Ауыр темір көтересің өзің жалпы? Енді аңдасында көтереміз. Негізі көтеріп өскеніміз ғой, ауылдамыз ғой бәріміз. Ең ауыр темір терсе қандай көтерген? Қайрат тырыспай тұр. Қанша келі болатын? 90 кеудем алатын, 90. Мен білмеймін. 90 килограмм ғой, кеуде қалатын. Есімде. Содан кейін алғаннан кейін қайтадан көтересің ғой, әлде көмектесеме біледі? Көтеремін. Онда оқыс оқиғалар болған жоқ, жарайды. Ондай ауыр темір емес, алдында тұрған темір шарлар. Осыны аласың,
10 темір шар бар және темір табаққа соны қою қажетсің. 45 секундтың ішінде артық дыбыссыз шуламай. Дайынсың ғой? Отырып, жатып істесең де болады. Тізерлеп отырып ал Қайрат, иә солай. Жастық керек па? Асықпа Қайрат, 45 секунд уақытымыз бар. Дайынбыз ғой? Тыныштық. Бастаймыз. Қайраттың қолынан жерден бірдеңе. Қайрат, екеу-үшеуден ала бер. Екеу-үшеуден ала бер. Қайрат, екеу-үшеуден ала бер. 15 секундтың ішінде тек қана үшеуін. Ай, Қайрат. Ортаға қоя беру керек, бана айтамын да кетті. Сен барлығын дұрыс жасадың, бірақ сен бұл темір шар екенін есен шығарған сияқтың. Шар домалайды ғой. Домалап келді да, мінекей темір табаққа тарс етіп соға салды. Нәтижесінде сен бұл тапсырманы орындамадың. Енді сенің тапсырмаң. Мынаны білесің ғой не екен? Жар. Иә, итің болды ма, ит байладың ба? Жоқ, мен этаж үйдеміз ғой. Сондай үйде тұрғам. Өкінішке орай болмады. Тек велосипедіңді байлап кетесің, иә? Ондай да болмады. Ондай да болмады. Сен бірінші қабатта тұрғаннан кейін мүмкін велосипедің үйіңе де кіргізетін шығарсың. Мына шынжырды қазір бір шелекке салам, екінші шелекке салу. Артық дыбыссыз. Ардақ дайын. Демек, біз бастаймыз. Ардақ тізерлеп отырғанда кәдімгідей шу шықты, бірақ дыбысы шең басы соған ешқандай белгі бермеді. Ай, Ардақ, сен тіпті шелектен шынжырды алып та үлгермедің. Шынжырды бірінші рет көріп тұрсың ба? Жоқ, кезінде ұстаған кездерім болды. Ұстаған кездерің болды. Сен металл болдың ба, нағыз металлист болдың ба? Енді ондай айтарлықтай металл емес, бірақ шалбарға былай модер дейміз. Шалбарға тағып жүрдің, иә? Белдігін қалып қойғанда сол шынжырмен тарта салатын кезде. Ондай да болады. Жарайды. Ештеңе етпес. Бұл сәтсіздіктің артынан сені сәттілік күтеді деп ойлаймын. Рахмет көп. Мен шын айтсам, саған жанкүйер болғам, өйткені екеуміздің шаш үлгіміз ұқсайды бір-біріне. Не деген дауыс? Дайын болсаң бастаймыз. Дайын. Бастаймыз. Алға тобы бұл тапсырманы орындай алмады. Қазір көреміз. Шабыттықтарын істейді. Секунд уақыт артта қалды. Капит алды енді. Қойды. Өте қиын тапсырма. Жарайсың, шын айтса осы шынжырды қойып жатқанда мен кішкене уайымдай бастадым, өйткені біраз уақыт жұмсадың. 5 секунд қалғанда сен салдың да және қолыңда алмай біраз тұрдың. Және сықырлар естілді. Сүйегің сықырлап жатыр ма әлде шынжыр ма білмедім, бірақ әйтеуір ең бастысы, иә, сабырлық қажет. Тапсырманы орындадың, шын жүректен құттықтаймын. Талия, саған берілетін тапсырма өте оңай тапсырмалардың бірі, өйткені ешқандай темір тесекке қатысы жоқ. Нағыз бір оңай тапсырмалардың бірі. Алдында тұрған менің қолымдағы жабысқа қағаз, немесе қарапайым тілмен айтқанда хычық-пычық. Осыны сен Мен хычық-пычық етсем керек. Сен бізге осыны ашып беру қажетсің. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Алия дайын. Бастаймыз. Егер де терминологтар көріп отырса, айтсаңызшы, осы жабысқа қағаз қалай аударылады? Липучка дейді ғой. Жабысқа қағаз, жабысатын қағаз, жабыстырғыш қағаз. Бірақ қарапайым халық бұны хычық-пычық деп атайды. Уақыт аз қалды. Жарайсың, дұрыс жасадың.
және өзіңнің тобыңа 10 ұпай сыйладың. Тағы да құттықтаймыз және өзінің топтастарының құттықтауын қабылдасаң болды тобыңа. Рахмет. Бара бер, саған көп рахмет. Бастаймыз. Артқа таман тұр. Ең оңай тапсырмалардың бірі. Екі топта да осы тапсырманы бойжеткендер орындауда. Менің ойымша, барлығы жақсы болатын сияқты. Әрі 25 секунд уақыт бар. Ол өте көп уақыт. Аш, қаттырақ аша. 25 секундта кейбір тіпті өзінің болашағында шешіп жататын кездер болады. Артқа тартыс тағы да. Бірақ кішкене үлкеймей жатқан сияқты мәселе. Соңғы секундта ғана сен толықтай осыны ашып үлгердің. Шын жүректен құттықтаймын сені. Үлгермейді деп ойладым шынымен. Мен пессимист Өлтірдің ғой адамды, әсел өлтірдің ғой тақылған кезде. Конституцияның жаңа моделі саяси тұрақтылықты қоғамдық келісімді нығайтады. Сондықтан ауқымды шараға қазақстандықтар бір кісідей атсалысуы тиіс. Бүгін президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның отырысында қатысушылар осылай деді. Жиында заң нормалары талқыға салынды. Бастысы адам құқығын қорғаудың халықаралық және ұлттық тетіктерін жетілдіру керек. Халықаралық құқық нормаларын ескере отырып, сот төрелігі жұмысына оң өзгерістер қажет. Референдум өткізу бұл шынайы және халықтық демократияның көрінісі дейді зиялы қауым өкілдері. Ақын ұрсам тоқтап қалама деп қорықтым. Бәрібір де. Иә, Дәлдік жетіспеді. мен саған допымды қойып берейін. Иә. Әттең-ай. Ай, өтті, бірақ сен дыбыс өлшеуіш құралымызды бажылдатып жібердің. Әр сәтті орындалған тапсырма командаңа 15 ұпай алып келеді. Сенің 1 емес 2 дейін бар осы жерде. Егер дайын болсаң, біз бастаймыз, біз саған жанкүйер боламыз. Ойнағансың ғой? Гольф әлде ойнамағансың ба? Соңғы рет қашан ойнадың? 21 ғасырда ойнадың ба? 2 жыл болды. Ұмытпаған шығарсың. Ай. Сен мүмкін алысқа соққыны бағытта үйреніп қалған шығарсың. Сол ғой мәселе. Сен өте қатты тұрып жібердің. Жарайсың. Шын айтсам, мен Ғабиттен күтпедім дәл осылай керемет соққы жасайды деп. Сендер есепте алға шықтыңдар. Құттықтаймын. Осы жерден біз 3-ші кезеңді аяқтаймыз және 4-ші аса бір күрделі кезеңге көшейік. Ақтауда сарбаз жоғалды. Әскери қызметшілері мен полиция оны бір тәуліктен бері таппай жатыр. Әділбек Бағлан, Ақтөбе қаласының тумасы, жасы 18-де. 66-да 56-шы әскери бөлімінде әскери борышын өтеп жатқан сарбаз маусымда ауылына қайтуы тиіс еді. Өткен сенбіде теңіз жағалауындағы қоғамдық тәртіпті бақылау үшін шыққан ол түнде жұмысын аяқтап, сөмкесімен арнайы құралдарын жанындағы патрульдік қызметкерлерге тапсырып кетіп қалған. Содан бері ұшты-күйлі жоқ. Жарайсың, құттықтаймын сені жалын. Қорықпай, саспай әдем өттің. Құпия неде, сыры неде айтып өт көрермендерге. Жалпы мен осы күнге дейін біраз дайындалғам. Жоқ, әрине, бұл кішкентайдан бастап, балдырғаннан бастап осы Уралға дейін тепкеннің пайдасы деп ойлаймын. Сондықтан да енді шынымен де қиын негізінде кішкене қорқатын болса, қиындық туғызады, сондықтан да қорықпау керек. Ардақты қалай ойлайсың? Өте ала ма? Ардақ енді өту керек міндетті түрде. Ардаққа өтпесе болмайды. Әлияға кешірімді, Ардаққа кешірімсіз. Ардаққа кешірімсіз. Ардақ, саған сенеміз, егер дайын болсаң бастаймыз. Ардақ дайын, кеттік.
Ай, Ардақ өте алмады. Ардаққа көмектессең болады сен барып. Ардақ әдем келе жатты да, білмеймін не екенін, ортасына келгенде соқты. Ардақ, не болды? Жалын өткен жерден өте алмадың. Қолым тайып кетті. Осы Торымызға дайындап тұрғам, иә. Содан қолым тайып кетті. Тежегішті басалмаған өзің тежегіш болып тұрсың. Солай болып қалды. Алға! Ай, Әлия, емес, екі қабырғаға соқты. Әлия, кел бері жақында. Рекорд екі жағында қозғалыпты. Әлия, біріншіден саған айтарым. Сен екі қабырғаға да соқтың. Соққасын бәріне соғайын дедің ба? Мен көзім жұмып алдым. Ештеңе 8 жастан кейін енді айдап тұрмын. 8 жастан кейін. Әкешем батыр қыз болсын деп Алия деп қойып еді, мен бүгін мүлдем Жасы 38-де 30 жыл болып кетпей келіп. Неге 30 жылдан кейін балшақты еске алуда. Мені кәрі деп ойлап Жарайды. 18-демін. Ештеңе етпей, сенің батырлығың үшін біз ризамыз. Бұл жерден өту және өтем деп шешім қабылдаудың өзі үлкен батырлық. Алия, рахмет саған көп. Біз саған ризамыз және көрермендеріміз де риза деген ойдамыз. Барлығымыз бір ауыздан Ғабитке жанкүйер болайық. Ғабит дайынбыз ғой? Ғабит дайын және Ғабит осы ойынды бастар алдында сұраған едім, өте аласың ба деді. Ғабит білмеймін дейді. Біз Ғабитке сенеміз. Ғабит, өте аласың. Алға, кеттік. Қорғанышты. Әттеген ай. Түскен кезде, сен түскен кезде тоқтадың ба әлде қатты жүріп кеттің бе, түсінбей қалдым. Жаңа руль алдыңға дөңгелек түскен кезде кішкене майысып қалды. Әйтпесе Қатты растау керек еді, иә? жастайымыздан шайтан арбада өстік, кішкентайымыздан. Сен нағыз спорттық формадағы жігітсің. Біздің бағдарлама тіпті осылай спорттық киімде келіп отырсың, ыңғайлы болсын деп, бірақ өте алмадың. Дегенмен сенің тобың алда келе жатыр, сондықтан да уайымдайтын еш нәрсе жоқ. Қасымдағы серіктестеріме сәттілік тілеймін. Сен тәтті сезім атты әннің бейнебаянында велосипедпен жүрдің. Өзің жүрген аздай тіпті алдыңа біреудің қызын отырғызып алдың. Клип бойынша сенің қызыңды отырғызып алып қыдырдыңдар, ал сен енді бір өзің өте алмай қалдың. Ол рас енді. Ана жер тарлық болды ма? Мүмкін саған қыз керек болған шығар, айтпадың ба? Мен саған бір қыз шақыртармын. Қажет дегенде сол бейнебаянға түскен қызды табар едік. Жарайды, ештеңе етпес. Енді қыз деп бекер айтып тұрған жоқпыз, өйткені осы топтағы жалғыз ғана қыз Әсел қазір өзінің бағын сынап көретін болады. Әсел шайтан арбаның үстінде, біз жанкүйер боламыз. Әсел дайын болса бастаймыз. Ештеңе етпейді. Әсел, сен бас киімің қозғалып кетті, еш жерің ауырып қалған жоқ па? Бәрі жақсы ғой? Жоқ, еш жерім ауырған жоқ. Мынау нешеу? Біреу. Мынау не? Мынау не? Салса. Басын дұрыс алмадым. Тесіп кеттің, иә. Не болды, басың ауып кетті ма сенің әлде? Білмеймін, мына руль кішкене ауырлау ма, прям, или мен бұра алмадым ба, өзім салмағыма өте көп па, білмедім. Сол сені бір қауырсындай сезімді ғой деймін осы велосипед. Қайрат сол әнде велосипедке мінген жоқ. Қайрат мінген жоқ. Ол жаяу қолында. Ол жаяу жүрді. Енді қазірде жаяу түседі деп ойламаймыз оны. Өйткені тапсырма енді керісінше болады. Енді Қайрат өтеді. Қайрат өтеді деп сенеміз? Сенеміз. Көптеген Қайрат футбол командасының да жанкүйерлері әр турнир сайын Қайрат өтеді дейді. Көрейік, Қайрат өте ме әлде жоқ па? Қайрат алға! Қайрат дайынбыз ба? Жарайсың. Қайрат өтеді. Бесігет дейді ғой біздіңше. Әшейін өте шығардыңыз да, мына жерде расында бір қатты толғаныс болды да, өйткені ол тура бір сызықпен жүру деген, былай айтқан бір сызықты ұстап отыру деген өте қиын екен расымен. Енді сызық туралы әңгімені сосын жалғастырамыз. Ең бастысы өттің, сен жақсы орындадың тапсырманы. Екі топтан да бір ғана ойыншыдан осы тапсырманы орындады.
табиғатты ластап, экологиялық талаптардың бұзылуына жол берген лауазымды тұлғалар жазаланды. Тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар тізімінде Ақтөбе, Алматы, Қызылорда, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары және Алматы қаласы бойынша экология департаментінің басшылары бар. Олар өз жұмысына салғырт қарағандықтан тұрмыстық және өндірістік қалдықтар көбейген. Прокурорлар арнайы тексеру барысында өндірістік қалдықтарды рұқсат етілмеген жерлерге төгудің 43 фактісін анықтаған. Мысалы, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты рұқсаты жоқ кәсіпорындарға 150 мың тоннаға жуық қауіпті қалдықтарды өткізген. Ал олар бұл қалдықтарды қаладағы бос жатқан жерлерге тастаған. Кінәлі адамдарға айыппұл салынып, 80 миллион теңгеден астам шығын өндірілді. Оған қоса зауытқа қоршаған ортаға эмиссия түрінде 1 миллиард 600 миллион теңге көлемінде төлемақы есептелді. Менің ойымша, бұл команда 0 ұпай жинайтын сияқты. Ай-яй-яй. Енді ғана бірінші сәтті қалды. Лақтырғаннан кейін қай жақтан табақ келеді, сол жақтан дайындалып тұру қажет. Емес. Мына ойында кімей көру мүмкін емес. Әлия өзімен өзі ойнап жатыр. Әлияға ойна деп айттық, дұрыс түсінбеді ғой деймін. Бір қолы. Бұл командалық ойын. Басқа да ойыншылар ойнайды. Мынандай сәтсіз ойын көрмедім. Стоп, уақыт болды, Әлия. Әлия, сендер не істедіңдер? Біз не істедік? Негізі мынау дуалдың артын көрмегеннің кесірі осындай. Ал біздің тапсырмамыз да осы еді. Бір-бірлеріңізді көрмейсіздер, бірақ бір-біріңізді сезіп, лақтырып қалдыңыздар. Сезбей тұрғаныңыз. Біз мына тарсыл күшіден ештеңе естімедік. Тек дыбыс қабылдағыш біздің құрылғымыздың айқайымен сіздердің табақтарыңыздың тарсылы. Өте ұят болды. Табақты қанша Қуаттық, майыстырдық, майыстырдыңыздар. Білгендеріңізді біздің істедіңіздер. жинаған ұпайымыздың бәрі кетті ма? Енді оны қазір сіздерге айтамын. Бізде бір ғана ереже шулама. Ал сіздер шуладыңыздар. Қалай шуладыңыздар, және өзің көрермендеріңіздің бәрі шынын айтса риза болғанша өте көңілді ойын болды. Рахмет саған көп-көп. Бұл әрине ат емес, үндемей жүре беретін. Бұл табақ, темір, тасылдайды және осы топтағы сен жарайды, сен қызсың, саған жеңілдік жасауға болады. Ал жігіттер неге бұлай тасылдап Мен өз-өзіме лақтырдым. Мен ойладым, ар жағында Ардақ пен Жалын екеуі тұрып ұрысып жатыр ма деп. Бір-біріне ыдыс лақтырып. Жігіттер маған ренжімеңдер, сендер де қуаттыңдар. Өте бір жиі кездесетін сандардың бірі. 0. Жарайды. Құттықтаймын. Шабыт тобы шабыттанып тұр. Бұл кезеңді керемет өтеміз дейді. Алға, бастаймыз. Кетті ма уақыт? Уақыт кетті, бастаймыз. Алғашқысы жаман емес. Ән жақ тұрған Ғабит болу керек. Мен Ғабит Ғабит, оны пайдалы топтан. Ғабит дұрса. Осылай. Енді ғана сөйлемейміз, әсел, мүлдем сөйлемейміз. Енді ғана ойын түзеліп келе жатқан секілді. Қағып алды, бірақ шулап қағып алды. Уақыт болды. Стоп, тоқтатамыз. Шулай берсеңдер болады. Бірақ сендерді қуантуға мен асықпаймын. Өйткені сендердің ұпайларың қанша білесіңдер ма? Ала-құла ойыннан кейін 35 ұпай жинадыңдар.
Мінекей шоламаның 5 кезеңін біз өтіп шықтық, жанындағы тұрған 6 қатысушымен бірге. Жарайсыңдар, бірімізге қол соғып қояйық. Ал енді бір көңілді, бір көңілсіз, бір жақсы, бір жаман жаңалығым бар. Қайсынан бастайын? Жақсынан. Жақсынан. Жаманнан 90-да 40 есебімен шабыт тобы жеңімпаз атанды. Шабыт тобы біздің гранд финалымызға өтеді, және онда 100 000 теңге бас жүлдеміз үшін таласатын болады. Шабыт тобы алға! Жетісу облысының Панфилов ауданындағы 15 жасар қыздың өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Іс құқық қорғау органдарының қатаң бақылауында. Шолақай ауылының 38 жасар тұрғыны 15 жастағы қызды зорлап соңынан өлтіріп көміп кеткен. 21 шілде күні кешкісін құрбысына кеткен қыз бала үйіне қайтпаған соң жақындары дабыл қағып тәртіп сақшылары мен жергілікті тұрғындар бір апта бойы іздеген. Жедел әрекет ету нәтижесінде күдікті анықталып, өз кінәсін мойындады. Анықталғандай, күдікті бұл жағдайға дейін де қыз зорлау дерегімен 2 рет істі болған. Біріншісінде жазасын өтеп шықса, екіншісінде жағдайда зорлаған қызға үйленіп, жазадан құтылып кеткен дейді куәгерлер. Әскерде міндетті түрде тамақ істейсің, иә? Саяққа талай тасыдық қой. талай тасыдың, иә? Есіңде ғой? Есімде. Қайрат дайын, бастаймыз. Сәттілік, Қайрат. Ал, бисмилла. Қай кезде бастайды? Кеттік, Қайрат. Уақыт кетті, Қайрат бастады. Байқадыңдар ма, Қайрат өзінің шұлығын, шалбарын шұлығының ішіне салып алған. Бұл да бір әдіс, айла. Өте дұрыс деп жатыр дәл қазір Қайрат. Жаным, абылыш. Что-то уақыт тез кетіп бара жатқан сияқты. Бір минуттан аз уақыт қалды Қайрат. Мінекей жары жолға енді жетті. Қайрат, аяғын. Шулама әсет. Қайратқа жылдамдайды бәрі. Осы жер ең қиын жері, 30 секунд уақыт қалды. Ең бір аса күрделі бұрылысқа келді Қайрат дәл қазір. Қайратқа тездету керек, уақыт өте аз қалды. Қайрат. Әттеген-ай, Қайрат. Әдемі келе жаттың, және ең соңында сен табағыңды мына темірге тарс еткізіп соға салдың. Өте ұқыпты жүгірсің. Жоқ, уақыт емес. Сен уақыт бар еді. Құтылардың тарсылдаған естімегенмен, бірақ басқа қатты дауыстардың барлығын естиді. Ал енді осы топтағы жалғыз ғана бойжеткен Әселді біз қазір осы гранд финалдың ең қиын тапсырмасынан өткізейін деп отырмыз. Әселге сырттан қарасаң, әдемі бір масаға ұқсайды, иә? Маса сияқты артық дыбыссыз өтеді деген ойдамыз. Біз жанкүйеріміз. Әсел, дайын болсаң бастаймыз. Дайынмын. Бастаймыз. Шуламаймыз. Әсел әзірге тамаша өтіп келе жатыр. Бірақ кейде аяғының өшесімен жүріп жатыр. Олай жүруге болмайды. Аяқтың ұшымен жүретін тапсырма. Молодец. Қайрат, байқадың ба? Мына жерге сенен ерте келді. Уақыт бар. Әселдің әлі 1 минут уақыты бар. Ол өте көп уақыт. Асықпа. Тыныш сендердің дауыстарың қатышып жатыр, шуламаңдар. Молодец, сәл ғана қалды. Асықпа. Уақытың бар.
кайсы болуп калды да? Ғабит, дайынбыз ба? Дайынмын. Бастаймыз. Уақыт басталды. Ғабит, алғашқы бұрылыстардан аяғының ұшымен өтуде. Ал мәреге келем деген шейін әрине аяқ шаршайды. Сондықтан да оны да күшті де барлығын есептей білу қажет. Ғабиттің киімі кішкене өзіне үлкендеу ма? Менің ойымша кішкене кедергі жасап жатқан сияқты. Ғабит кім білет, мүмкін алдағы уақытта даяшылардың бір байқауына қызықты қатысып қойса да болатын шығар. Өйткені стақандарын, яғни ыдыстарды қимылдатпай алып келе жатыр. Уақыт сымырап өтіп бара жатыр. Қазір қанша уақыт қалды көрейік. Өте аз қалды. Бірақ жеткілікті жеңімпаз болып сенеміз. Асық. Әлі 30 секунд уақыт бар. Әлі уақыт бар. Жер өте қиын. Біз бүйір тұрайық кішкене. Кедергі жасамайық. Енді қуата бер, енді ештеңе қылмайды. Ал енді марапаттау рәсіміне де келіп жеттік. 50 мың теңгені маңдай термен деп айтса болады жеңіп алған. Шабыт тобына табыс етейік 50 мың теңгеге сертификатты. Жалпы осыны ұйымдастырушыларға жарайсыздар дегіміз келеді. Өйткені өте біздің қоғамға, менталитетке, қазақылыққа да қатты неғыла бермейтін. Жаңағыдай бір сөзбен айтқанда ислам жағына да барлық жағына ешқандай шектеу жоқ, рұқсат етілген барлық нәрсе. Менің сұрағым келетіні, 100 мың теңге ұтпағандарыңа өкінбейсіңдер ғой? Өкінбейміз. Жоқ, алда әлі. Сен тұрнағын істемейсің ба өзінің, сен болмашы жерден қателестің. Жоқ, біз өстіп мына ертең сайысқа финалға жеткеніміздің өзі бізге қуаныш. Қуаныш. 1 минут, 1,5 минуттың ішінде тиіп кетпеу мүмкін емес. Оның үстінен ондай далақтай шалбар киіп кетті ме? Сонымен біз қатысушыларымызға алғысымызды айтып, шығарып саламыз. Рахмет көп-көп, бірімізге қол соғып қойсақ та болады. Көшеде жүргенде айқайлап ән айтпай, шуламай және артық дыбыс шығармай жүрген дұрыс сияқты. Жалпы қоғамдық орындарда тыныштық сақтау барлығымыздың міндетіміз. Елдегі екі диктормыз Нұргүлден Әлбектен білсек, көріскенше амандықта болыңыздар, назарларыңызға рахмет, тыныштық болсын. Шулама. Армысыздар, қымбатты көрермен. Францияда бүгіннен бастап қоғамдық көлікте маска кию міндетті емес. Эпидахуал тұрақталған соң елдің денсаулық сақтау министрлігі осындай шешім шығарды. Тұрғындар масканы тек ауруханалар мен қарттар үйлерінде тағуы тиіс. Сондай-ақ бұдан былай Еуроодақ елдерінің әуежайлары мен ұшақтарында жолаушылар медициналық бетперде кимесе де болады. Еуропалық авиация агенттігі 2 жылға созылған карантиндік шектеуді алып тастады. Дегенмен әуе компаниялар маска тағу әлі де міндетті шетелге ұшатын болса, сол мемлекеттік ережесіне бағынуы керек. Иманғалиұлы шешкен, Иманғалиұлы араласқан халықтық өзекті мәселе аз емес. Қай арнада, қай хабарда жүрсе де ардагер журналист сол турашылдық кредасынан айныған емес. Ал телевизия саласының қыр-сырын білетін және 70-ке келгенше журналистік формасын сақтаған жүргізуші кемде-кем. Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники и другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена хороша.